Қайырлы күн достар, сіздермен Айгерім. Бүгін творожный запеканка дайындаймыз. Менімен соңға дейін бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бұл запеканка өте тез және оңай жасалынады. Өте қарапайым түрі және де правильный питание, яғни дұрыс тамақтануға арналған запеканка болып табылады. Себебі бұнда біздер қант қоспаймыз. Бұнда йогурт болмаған жағдайда қаймақты пайдалануға болады, сүзбе, жұмыртқа және рисовый мука, күріш ұнын қосуға болады. Барлығын бір ыдысқа салып, блендермен араластырамыз. Дайын массамызды майланған ыдысқа құйып, 160 градуста қызырлаған пеште 45 минутта пісіріп аламыз. Дайын запеканкамызды сгущенкамен, джеммен немесе ерітілген шоколадпен беруге болады. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.